Қайырлы кеш көрермен. Бір болайық ханшайымы өз мәресіне жетті. Кім қай қатысушы жеңіп кетеді деп ойлады. Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал енді бүгінгі нәтиже. Ханшайым нөмір 1 ол Медина. Құттықтап қояйық қызымызды. Біреулер әділ болмады деп жатқандап көбейінді. Екінші орынды Диана жеңіп шықты. Үшінші орын ақерке алды. Төртінші Айсажанға кетті. Сайыс әділ болды ма қалай ойлайсыздар? Ал пікірлер өте көп. Бақ шабама бап шабама деген осы. Бағыда енді көре алмаушылықты қою керек. Әдемі сүйкімді қыз халық қолдады болды. Қазақстанда әділдік жоқ екеніне тағы бір дәлел. Не сұраққа дұрыс жауап жоқ, не өнерінде сөзін жаттамаған. Өлең айтып жүріп күліп, тырқылдап жүр. Фонограммамен айтып. Басқа қыздарға обидно шынайы дайындалған. Менің жеке ойымша әділ болмады. Себебі өнерлері уау болмады. Дауыс беруде тоже шектеу жоқ. Әр адам 1046 дауыс бере алады. Бір адам бір ғана дауыс беру қажет. Меніңше Айсажан немесе ақерке лайық еді. Сахнадағы Медина мүлдем жансыз болып көрінді. Ол жай ғана жатталған қимылдарды орындап, ешқандай жан мен харизмасыз тұрғандай болды. Оның қойылымы декорация үшін қойылған мүсіншеге ұқсады, ешқандай эмоция, көрермендерді баурап алатын қуат жоқ. Оның бұл жеңіске жету үшін шынайы таланты да, шынайылығы да, бірегейлігі де болған жоқ. Оның жетістігі алдын ала ойластырылған сияқты, ал қалғанның бәрі тек формальдылық. Бұл шынымен де мойындауға лайық. Басқа мүшелердің қанша күш пен талант жұмсағанын ескерсек, бұл әсіресе ұя. Ұйымдастырушылар жеңісті кімге ыңғайлы емес, шынымен лайықты адамға беруден қорқатын сияқты. Дейді көрермен, сіз қалай ойлайсыз?